Достар, барлығыңа сәлем. Бүгін біздің арнамызда ішінде шайтан бар қуыршақ жайлы фильм. Видеоны бастамас бұрын каналға тіркеліп, лайкыңды тап, қазір басып кет. Ал енді біз бастаймыз. Фильм бір топ достардың жаңа үйге көшіп келіп, шатырды тексеруді шешуінен басталады. Ол жерден олар шегеленіп тасталған жәшікті табады. Оның ішінде Финли есімді шынжырмен оралған қуыршақ жатады. Алекс бұл олжаны көріп өте мазасызданады және достарына ештеңеге тиіспеуді ұсынады. Бірақ Крис оны бұл жай ғана қуыршақ деп сендіреді. Сөйтіп келе, ақырында олар қуыршақты шатырдағы жәшікте қалдыруды шешеді. Түнде Джонни шатырдан шыққан дыбысты естіп оянады. Ояна қолына бит ұстаған Крис қосылады. Шатырдан гүрсілдеген дыбыс шыққаннан кейін Крис шатырды тексеруді шешеді. Ал Дженни мен Алекс оны бөлмеде күтеді. Біраз уақыттан кейін жігіт тышқанды көрсетеді. Содан кейін бәрі тышқанды кінәлі деп ойлайды шулағандар үшін. Алекс пен Крис қайтадан төсекке жатады. Ал Дженни өз бөлмесіне барады. Ол өз төсегіне жатқанда құлаған шынжырдың дыбысы оның мазасын алады және ол креслода отырған Финли қуыршағын көреді. Бұл қызды қатты мазаламайды және ол қуыршақты жай ғана есіктің сыртына шығарып тастайды. Келесі күні таңертең таңғы ас кезінде құймақ салынған үстелдің үстінде Финли қуыршағы отырады. Қысқа әңгімеден кейін Крис қыздарды пәтерге жалғыз қалдырып жұмысқа кетеді. Дженни үстелге ас үй құралдарын қояды. Оған Финли көз тігеді. Сірә бұл қуыршақ бір жаман нәрсені ойластырды. Дженни қуыршақтың үстелден жоғалып кеткенін көреді және бұл Алекстің онымен ойнап жатқан қалжыңы деп ойлайды. Ол жуынған киімдерді бөлмеге әкелгенде оның артында қолына пышақ ұстаған Финли пайда болады. Ол қуыршақ күтпеген жақсы тебу соққысының арқасында ренжітушіге төтеп бере алады. Осыдан кейін Финли постерді алады және бұл уақытта ваннада жатқан Алекспен есептесуді шешеді. Осыдан кейін Алекс Криске телефон соғып, үйге келуін өтінеді. Крис үйге келгенде оны Финли байқап қалады және ең болмаса онымен есептесуді шешеді. Бұл үшін ол битан алып Кристі өлтіру үшін баспалдақта тұрады. Бірақ қуыршақ мүлт кетеді және тағы да сәтсіз өлтіру әрекеті болады. Осыдан кейін бізді 3 айдан кейінгі уақытқа апарады. Біз түсінгеніміздей достар тірі қуыршақпен келісіп, онымен бір үйде тұрады. Алекс көкөністерді турайды және Финли оны бақылап отырады. Кенеттен қуыршақ тамаққа мышьяк себуді шешеді. Осыдан кейін Крис машинаға отырғанда Финли артқы орындықта болып шығады. Финлидің адамдармен есептесудің келесі әрекеті, бірақ оның өлімге келетін тұзағы да сәтсіздікке ұшырайды. Достар Финли қуыршағымен бірге шарада ойнайды. Крис қолына пышақ ұстап соғысып жатқан қуыршақты көрсетеді. Қыздар бұл Чаки деп ойлайды, бірақ жігіт оның мүлт кететінін айтады және достар бір ауыздан бұл Финли екенін табады. Ренжіген Финли тағы да бір өлтіру әрекетіне бел буып газ баллонды алады. Ол қызға шабуыл жасайды, бірақ өлтіруші қуыршақ бұл адамдарды тағы да ешқандай зиян келтіре алмайды. Келесі уақытта Финли Кристің арқасына арбалетті бекітіп, жіптің көмегімен бұл өлімге келетін тұсақты іске қосады. Бөлмеден айқай шығады және Финли бұл достардың ең болмаса біреуін өлтіре алдым деп ойлайды. Бірақ қылмыс орнына келгенде ол топтың мысыққа айқайлап жатқанын көреді. Өйткені ол кілемге тышып қойған. Ал Финлидің тұзағы жұмыс істемей қалған. Ол достарының мысықты ұрып, жазалағысы келіп жатқанын естиді. Бірақ өлімге келетін өлтіруші қуыршақ мысықпен достасып кеткендіктен Финли кінәні өз мойнына алады. Ренжіген Финли мысықпен қоштасады және шатырға өзінің қорабына оралады. Финли қатты мұңайғаны сонша, ол тіпті жылай бастайды. Түнде үйге қарақшылар басып кіріп, Кристі есеңгіретіп, қыздарды байлап тастайды. Мұның бәрін Финли естиді және тексеру үшін төменге түседі. Кенеттен ол байланған достарын көреді және қарақшылардың бірі мысыққа қару кезенеді. Финли ашуланып, мәселені шешуді ұйғарады. Қарақшылардың бірі қызбен көңіл көтеруді шешкенде, екіншісі үйдегі шатырды тексереді. Біз шатырда Финлидің басқа ойыншықтардың арасында
жасырынып қалғанын көреміз. Кенеттен қарақшыға шарлар домалап шығады және ер адам тұзаққа түседі. Финли қарақшыны өлтіре алады және қуыршақ өте риза болады. Осыдан кейін Финли соңғы қарақшының зәресін ұшырып, оның көзін құртады. Біраз уақыттан кейін достар Финлиге сыйлық береді және онымен бірге сүтті коктейль ішеді. Кенеттен топ оғаш дәмді байқайды. Финли олардың сусынына бір нәрсе араластырып жіберген болып шығады. Ал сіз оны не деп ойлайсыз? Комментарияға жазып кетіңіз. Осымен фильм бітеді. Егер сіздерге фильм ұнаса, конечно, лайкыңызды басып кетіңіз және каналға тіркеліп кетіңдер. Және комментарияға қандай сіздерге фильмдер ұнайды, қорқынышты немесе комедия немесе күлкілі, соның бәрін жазып кетуді ұмытпаңыз. Сіздермен бірге Сопа ТВ арнасы. Бәріңе рахмет. Сау.